Mercedes-Benz 124, 140 қабан, премиалды Майбах пен айбынды Гелендваген. Ең үздік технологиялар мен инновациялар, жылдамдық пен қауіпсіздік, бедел мен абырой, неміс елінің нағыз мақтанышы. Алайда осыдан 81 жыл бұрын дәл осы Mercedes-Benz'ті шығарған Daimler-Benz концернінің жағдайы мынандай еді. Қираған заводтар мен босып кеткен инженерлер, болашаққа деген толық үмітсіздікпен бүкіл адамзаттың ызасы мен өшпенділігі. Ендеше қалайша санаулы жылдардың ішінде Mercedes-Benz аяққа тұрып, әлемнің ең үздік, ең қалаулы, әрі ең сүйікті автокөлік маркаларының біріне айнала білді. Және неге біздің қазекең түс көретін болса, дәл осы Mercedes-ті көргісі келеді. Бүгін осыны ашықтаймыз. Ал видеомыздың соңында 85 жыл бұрын, бәлкім сіз естімеген Daimler-Benz жасаған жан түршігерлік қылмыстар жайлы айтып береміз. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Сонымен Mercedes-Benz жайындағы екінші видеомыз. Кеттік. Өткен видеомызда Mercedes-Benz маркасының пайда болуымен алғашқы жетістіктер жайлы айтқан болатынбыз. Мына жерде сілтеме шығады, қарап шығыңыздар, өте қызық әрі мағыналы шыққан деп ойлаймын. Ал бұл видеомызды Mercedes-Benz тарихындағы қаралы кезеңнен бастаймыз. Мынау Mercedes-тің Германиядағы қазіргі заводтары. Ал мынау дәл сол заводтардың 80 жыл бұрынғы, яғни екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қирап қалған көрінісі. Ал мынау болса 1947 жылы шыққан, яғни соғыстың біткеніне 2 жыл өткеніне қарамастан сол заманға сай әжептәуір Mercedes-Benz 170V моделі. Ал мынау 1954 жылы, яғни соғыстың біткеніне 10 жыл толмай тұрып шыққан, есіктері жоғары ашылатынына байланысты шағаланың қанаттары деп аталып кеткен және болашақта 20 ғасырдың ең үздік спорткар атанған Mercedes-Benz-тің әйгілі 300 SL моделі. Ойланып көріңіздер. Соғыстың біткеніне 10 жыл толар тоймас Mercedes-Benz осындай көліктер шығара бастайды. Ендеше ненің арқасында заводтарының күл аспанға шыққан Mercedes-Benz аз уақыттың ішінде аяққа тұрып кетеді. Немістердің тапқырлығы, іскерлігі, өнерпаздығы, данышпандығы десек қателеспеспіз. Бірақ сырттан келетін көмек болмаса, мың жерден өнерлі болса да, Германияны осыншама тез оңалып кетуі екіталай еді. Көмек күтпеген жақтан, яғни кешегі аяусыз жауы ақш-тан келеді. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Маршалл жоспарына сәйкес ақш үкіметі қирап қалған батыс Еуропаны қалпына келтіру үшін 13 миллиард доллар жұмсайды. Мінекей осы көмектің бір ұшы ақш-тың кешегі бітіспес жауы Германияға да бұйырады. Бұл материалды көмек жермен жексен болған немістің Гамбург, Дрезден, Көлн сынды қалаларымен қатар Daimler-Benz-тің де заводтарын қалпына келтіру үшін жұмсалады. Соның арқасында соғыс біткеніне 2 жыл өтсе де Daimler-Benz концерні өндірісін қалпына келтіріп, жоғарыда айтылған Mercedes-Benz 170V секілді көліктер шығара бастайды. Жемқорлыққа жол берілмей, қаражат орнымен жұмсалғандықтан Германиямен қоса бүкіл батыс Еуропа тез оңалып жайнай түседі. Соның көріністерінің бірі 1951 жылы шыққан Mercedes-Benz 300 моделі. Бұл көлік батыс Германияның ең алғашқы канцлері Конрад Аденауэрдің ресми машинасы болғандықтан халық арасында Аденауэр деп аталып кетеді. Яғни сол кезден әлі күнге дейін Mercedes-ті патшалар мен бай-бағландар мініп келеді. Ал енді не себепті американдықтар кешегі фашист қарсыластарына көмек берген білгіңіз келсе, соғыста жеңіліп, бейбіт өмірде жеңіп шыққан Германия жайында мына жерде сілтемесі шығатын видеомызды қараңыздар. Экономика мен геосаясат жайында өте қызықты әрі маңызды ақпарат аласыздар. Жалпы Daimler-Benz концерні екінші дүниежүзілік соғысынан бері қарай бірнеше сәтсіздіктер мен әлемдік дағдарыстарды санамағанда тек өрлеу үстінде болып, ерлер қалайтын, қыздар сынатын, президенттер мен бандиттер қатар мінетін көптеген айтулы көлік модельдерін шығарады. Әрине, Mercedes-тің барлық модельдерін бір видеода айтып шығу мүмкін емес. Дегенмен, Mercedes-тің бізге, қазақтарға және жалпы автокөлік деген ұғымға тікелей әсер еткен бірнеше модельдерін атап өтпесек болмас. 1972 жылы Иран шахы Мұхаммед Реза Пехлеви Daimler-Benz-ке Иран армиясы үшін ең мықты, ең сапалы, тауға да тасқа да шығатын әскери көлікке тапсырыс береді. 7 жыл бойы шөл даланың құмына салып, суға да батырып, отқа да жағып, жалпы түрлі сынақтардан абыроймен өткеннен кейін Mercedes-Benz-тің жаңа жол таңдамайтын моделі Гелендваген дайын болады.
Алайда 1979 жылы Иранда исламдық революция болып, шах елден қашып, Гелендваген Иран әскеріне сол күйі бармай қояды. Дегенмен, жақсы машина жерде қала ма? Керемет техникалық көрсеткіштермен мақтаналатын бұл көлікті Еуропа елдері бастаған әлемнің көптеген мемлекеттері өз әскерлеріне мыңдаған данасымен сатып алып, Daimler-Benz'ті ақшасына қалдырады. Дегенмен, алғашқы уақытта Гелендваген орыстың уазигіне келетін көпшілікке белгісіз, жүрісі мықты болса да, ұсқынсыз, дөрекі, төрт бұрышты қорап болатын. Ол кезде Гелендвагенді көбінесе әскерилер, ауыл тұрғындары, оффроуд жанкүйерлері, жалпы қарапайым адамдар ғана мінетін. Бірақ Mercedes қарапайым емес, дәулетті адамдарға арналған көліктер шығарады емес пе? Сол себепті марканың имиджін сақтап қалу үшін 1990 жылы Daimler-Benz дөрекілігімен төрт бұрыштығын сақтай отыра, салоны қымбат болғарымен ағашпен қапталған ең соңғы үлгідегі климат жүйесімен ABS орнатылған біз білетін W463 жанағындағы Гелендвагеннің жаңа нұсқасы шығады. Бұл модельдің сәтті шыққаны соншалық, бірден жол таңдамайтын көліктердің премиалды сегментінің төріне шығып, Арнольд Шварценеггер, Брэд Питт, Майк Тайсон, біздің Қайрат Нұртас пен Еркебұлан Тоқтар секілді танымал адамдардың сүйікті көлігіне айналады. Тіпті бір кездері арнайы тапсырыспен жасалған Гелендвагендер Назарбаев пен Путин секілді әлем президенттерінің кортежінде жүретін. Ал 2000 жылдары Mercedes-тің спорттық бөлімінен алған AMG мотор аңыраған G55, G63 тіпті G65 сынды жаңа үлгілерін шығарып, қымбат болса да бағасы еш түспейтін, қай заманда болмасын қадірі кетпейтін, Дубай әмірлері жеке тізгіндейтін Гелендвагеннің ең үздік үлгілерін шығарады. Сөзсіз Гелендваген біздің елде адамның қоғамдағы беделі мен қадірін белгілейтін нағыз әлеуметтік және мәдени феноменге айналды. Қазекемнің темасы жүріп, қалтасына аз-маз ақша бітсе, тіпті бітпесе де шырылдаған нәпсісін қанағаттандыру үшін несиеге болсын аңсаған гелікті алуға асық болады. Тіпті кей кездері нәпсінің қалауынан бөлек геліктің бар болуы қажеттілікке айналады. Мысалы, бизнесті өте жоғары деңгейде жүргізіп, белгілі бір ортаға кіру үшін дауысы гүрілдеген AMG G63-мен келсең, кенеттен бұрын ашыла қоймайтын есіктер ықыласты құшақтармен қоса айқара ашыла кетеді. Егер осы ойынмен келіссеңіздер және сіздерге де Гелендвагеннің ырылдаған даусымен сұсты ұсқыны ерекше әсер етсе, комментарийлерде Гелендваген деп жаза кетіңіздер. Дегенмен, меніңше ең сүйікті әрі ең қалаулы көліктері ол W124 пен W140 шанақтарындағы модельдері. Алайда Daimler-Benz үшін бұл көліктер екі түрлі нәтиже береді. Бірі компанияны бұрын соңды болмаған биікке көтерсе, екіншісі оның инженерлік даңқын арттырып, бірақ үлкен шығынға соқтырады. Бірінші W124-тен бастайық. 1986 жылға таяу Mercedes-Benz-тің тарихындағы ең табысты модельдерінің бірі W123 11 жылдың ішінде шамамен 2 миллион 700 мың данасына сатылып, бүкіл әлемді мойындатқан болатын. Ол кезде әлемнің көптеген автокомпанияларына бұндай көрсеткіштер түсіне де кірмейтін. Дегенмен, бұл көлік қанша жерден керемет болса да, ескіре бастап, жаңа заман талаптарына сай келмейтін. Сондықтан W123-тің ең үздік қасиеттерін сақтай отыра, одан асып түсетін жаңа екалаш жасап шығару қажеттілігі туындайды. Осылайша 1984 жылы болашақта миллиондаған көлік сүйер қауымның қуанышымен мақтанышына айналатын W124 шанағындағы жаңа екалас дүниеге келеді. Бұл көліктің қаншалықты сәтті шыққанын мен жырламай-ақ қояйын. Оны өздеріңіз де білесіздер. Жеке өз басым бала кезімде өмірімде бірінші рет айдап көрген Mercedes-ім дәл осы 124 болатын. Неткен көлігі шіркін. Оның жүрісі, моторының әндетіп тұрған дауысы, тіпті жай ғана тұрысының өзі ұмытылмайтындай әсер беруші жарықтық. Әу бастан бұл машина бүкіл Еуропада ең көп сатылатын көліктердің біріне айналып жоғары бағаланады. Бірақ меніңше W124 өзіне деген нағыз құрмет пен махаббатты Кеңес одағы ыдыраған соң тмд елдерінде сезінді ғой деймін. Өйткені советтің сақырлаған арбаларынан кейін Mercedes-ке алғаш рет отырған постсоветтік адам мүлдем басқа әлемге түскендей болатын. Біздің әкелеріміз бен ағаларымыз үшін W124 жай ғана көлік емес, өзімен жарқын болашаққа деген аяулы үмітті жетелеген жаңа заманның рәмізі болатын. Жалпы 1984-97 жылдар аралығында W124 моделі шамамен 2 миллион 600 мың данасында шығарылып, Mercedes-ке сұмдық табыс алып келеді. Алайда Mercedes-Benz бұнымен тоқтап қалмайды. Керісінше 124-тің табысы оларға одан әрі шабыт береді. Енді бизнес-класты бағындырғаннан кейін Daimler-Benz люкс деңгейіндегі жаңа S-класты шығаруға бел буады.
жаңа модельді жасап шығару үшін $1 миллиард жұмсалып 11 жыл кетеді. $1 миллиард ойланып көріңіздер. Ол замандағы $1 миллиард қазіргі шамамен $2,5 миллиард болар. Бірақ ол кезде Daimler-Benz ақша санамайтын. Ең бастысы үздік көлік шығару. Ақыры автокөлік құрастыру тарихындағы ең айтулы көліктердің бірі Mercedes-Benz W140 шанағындағы S-кластың су жаңа моделі шығады. W140-қа сол заманның ең үздік технологиялары орнатылады. 12 цилиндрлі қозғалтқыш, өздігімен жабылатын есіктер, паркинг датчиктері, 4 аймақты климат контроль. Ал жүрісі қандай шіркін. Бұл көлікпен жай жүрмейсің, бұнымен бесікте тербелген баладай шалқып-балқып жүресің. Бұның сұсты әрі көлемді кескініне байланысты W140 халық арасында қабан деп аталып кетеді. Жалпы жаңа S-класс жай адамның қолына жете бермейтін сұмдық машина болатын. 140-шы Мерседесті президенттер, министрлер, депутаттар секілді билік өкілдерінен бастап 90 жылдары саудасы жүріп, қалтасына ақша біте бастаған пысық коммерсанттармен сол коммерсанттарды сындырып, қаны мен ақшасын бірге соратын бандиттер де қатар мінетін. Бұл адамдар бір-біріне қаншалықты қарама-қайшы болса да, оларды дәл осы W140-қа деген сүйіспеншілігі біріктіретін. Сол себепті ол кезде 140-шы қабан жай ғана көлік емес, машинаның ішіндегі адамның әлеуметтік дәрежесін баяндайтын құрал болатын. Бәлкім сондықтан болар, бригада сериалымен өмірдегі ағаларының жүрісін көріп өскенде мен де ағам сияқты бай болып, Мерседес айдаймын дейтін менің құрдастарым үшін W140 көлігі нағыз еркектің образын суреттейтін элемент пен балалық арманымыз болып қалған шығар. Өкінішке орай, жалпы әлемде бұл көлікке сұраныс өте төмен болады. 1991-98 жылдар аралығында W140-тың бар болғаны 432 мың данасы ғана шығатын. Бұл 124-пен салыстырғанда 6 есе аз болатын. Бұның бірнеше себептен анықталады. Бірінші себебі сұмдық қымбат бағасы. Ал біріншісінен туындайтын екінші себеп Мерседестің деңгейлес, бірақ әлде қайда арзан тұратын бәсекелестердің қолжетімді ұсыныстары. Мысалы, ол кезге таяу премиум сегментті жаулап алу үшін Toyota жаңа маркасын Lexus LS 400 моделін шығарып, нарықтың үлкен бөлігін өзіне тартып алады. Одан қалды экономикалық қолдырау, мұнай бағасының өсуі секілді тағы да басқа себептер де болады. Яғни 1000 жерден супер көлік шығарсаң да, бизнеспен нарықтың қатаң заңына бағынбай қоймайсың. Әрине, әлем президенттерімен 90 жылдардағы бандиттер Lexus LS емес, Mercedes'тің жаңа S-класын мінетін. Дегенмен, W140-тың жалпы сатылымы төмен болғандықтан, оны жасап шығаруға жұмсалған ақша ақталмай, Daimler-Benz үлкен шығынға ұшырайды. Бірақ бүкіл әлем автосүйер қауымының махаббаты мен құрметіне бөленеді. Себебі W140 бірінші кезекте көп сатылып, табыс алып келу үшін емес, әлемнің ең үздік көлігін жасаймыз деген нағыз инженерлердің асыл ниетімен талантынан шыққан туынды. Тіпті кейінірек Мерседестің өзі шығарған S-кластың жаңа W220, 221, 222, тіпті су жаңа 223 те 140-шы қабан сияқты әсер бере алмайтын. Кейінгі шыққан модельдердің технологиялар әлде қайда озық болғанмен, нағыз S-класты сезгіңіз келсе, сол баяғы W140-қа отырыңыз. Егер менімен келіссеңіздер, комментарийлерде 140 деп жазыңыздар. Ал егер келіспесеңіздер, қалаған S-кластарыңызды міне беріңіздер. Дегенмен біз білетін Mercedes-Benz пен оны шығарған Daimler-Benz'дің тарихында оның атын қаралайтын масқара кезеңдерде болған. 1930 жылы Германияда адамзат тарихындағы ең қатыгез адамдардың бірі билікке келеді. Оның басты мақсаты неміс ұлтын басқалардан жоғары қойып, бүкіл әлемді өзіне бағындыру. Осыған орай Адольф Гитлер әлемдегі ең заманауи, ең мықты әскер құру үшін Германияның бүкіл экономикасын армия қажеттілігіне жұмсайды. Осылайша кеше ғана бейбіт өмірге арналған техниканы шығарып жүрген Daimler-Benz пен тағы да басқа компаниялар әскери техника мен оның бөлшектерін шығара бастайды. Нақтырақ айтқанда, қуатты жүк көліктерін, әйгілі Мистер Шмидт ұшақтары мен панцер танктарын алған қозғалтқыштар мен Маузер винтовкаларының оқпандарын шығаратын. Яғни Daimler-Benz концерні біздің аталарымыздың көзін жою үшін неміс әскерін ең үздік техникамен қамтамасыз еткен екен. Бұны бірдеңіз. 30-шы жылдардың басында Гитлер билікке келісімен Daimler-Benz концерні Адольфке бір емес бірнеше көліктерді арнайлап шығарады. Оның ішіндегі ең атақтысы халық арасында үлкен немесе ұлы Mercedes деп аталып кеткен 6 метр ұзындығы мен 7 моторы бар Mercedes-Benz 770 моделі болатын. Өкінішке орай, Daimler-Benz'тің Гитлерге болысып жасаған зұлымдықтары бұнымен бітпейді. 1941 жылдан бастап немістер жаппай майданға аттанып, жұмысшылардың саны жетіспегендіктен Daimler-Benz концерні
бейшара тұтқындардың зорлық пен зомбылыққа, қорлыққа негізделген құлдық еңбек күшін жаппай қолдана бастайды. Я достар, біздің тамсанып қалайтын сүйікті де қалаулы Mercedes-Benz компаниясы соғыс кезінде адам өмірін шыбын құрлы көрмейтін нацистік режимнің тәсілдерін ұстанып, өз заводтарының ішінде жеке концлагерін құрған екен. Яғни еврей, славян, сыған, тағы да басқа ұлттардан тұратын тұтқын құл жұмысшыларын дұрыс тамақтандырмай, демалуға не емделуге мүмкіндік бермей, аяусыз құлдық жұмысқа жігіп, ақыры түбіне жетіп, топ-тобымен о дүниеге аттандырған. Осы кезең жайлы немістер көп айтқысы келе бермейді әлбетте. Алайда бұл біз сүйіп мінетін Mercedes-Benz тарихының айнымас бір бөлігі. Бұны да біле жүрейік. Достар, байқасаңыздар, мен ақпаратты үстіртін бермей, кеңірек ашықтағым келеді. Осыған орай видеоларымызда ауқымдырақ болып жатыр. Бұл еңбегіміз сіздер үшін. Сондықтан сіздердің қалауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ендеше сіздерге сұрақ. Осы форматты ұстанып, тақырыпты одан да тереңірек аштай берейік пе, әлде видеоларымызды қысқартып шығара берейік пе? Жауаптарыңызды комментарийлерде жаза кетсеңіздер өтініш. Бүгінгі таңда Mercedes-Benz-тің жағдайы баяғыдай мәз емес. Қытайлық бәсекелестер немістерді әжептәуір ығыстырып келеді. Оған қоса, кейбір сарапшылар Mercedes-те баяғыдай сапа жоқ деседі. Дегенмен, Mercedes-Benz-тің аты тарихта мәңгілікке қалмақ. Себебі ол адамзат тарихында ең алғашқы автокөлікті шығарудан бастап, біздің өмірімізді өзгертіп, миллиондаған адамдардың қиялы мен құндылықтарының қалыптасуына тікелей әсер еткен бренд. Сөзсіз Mercedes-Benz болмағанда біздің өміріміз басқаша болатын еді. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Келесі көріскенше бар болыңыздар.